Hold up. Сәлем достар, видеоны бастамастан тұрып кішігірім өзіміздің топтың жарнамасы Pixart KZ біздің топтың инстаграмдағы парақшасы, яғни Photoshop сабақтарының инстаграмға арналған парақшасы pixart.kz. Бізді инстаграмнан іздеп табыңыздар, бізге қосылыңыздар. Түрлі сабақтардың видеолары, фотолары салынып отырады, қысқарған видеолар салынып отырады және Photoshopқа арналған түрлі жұмыстар, қызықты жұмыстар салынып отырады. Сіздерді біздің инстаграмда күтеміз достар. Және де бізді инстаграмда отырған кезде pixart.kz-ті өздеріңіздің фотоларыңызға отмент етіп қойыңыздар достар. Біз сіздердің фотоларыңызды көріп, ұнаған видео фотоларды өзіміздің парақшамызға салып отырамыз. Окей. Және де жұмыстарыңызға лайк басып кетеміз. Окей, әрмен қарай достар. Біздің Pixart сабақтар. Окей. Pixart.kz және менің өзімнің жеке парақшам miko.pro достар. Осы жерде сіздерді күтемін. Бұл жерде сабақтан бөлекте өзімнің видеоларым шығып отырады достар. Мінекей түрлі видеолар, түрлі өзіме ұнаған видеолар, фотолар салып отырамын. Аса көп өзімнің жеке өмір десем де болады достар. Сіздерді miko.pro достар, яғни өзімнің жеке парақшамда күтемін. Және де менің ВК парақшам Мейірбек Сағындық достар. Тікелей Photoshop сабақтар группасының администратор деп тауып алсаңыздар болады. Және де бұл страницада тек қана мен өзімнің группамнан репост жасалған посттар болады. Егер қызықтырса дұрыс жатсаңыздар, және де кез келген сұрақтарыңызға жауап беремін. Окей, әрмен қарай біздің Photoshop сабақтары. Менің әлеуметтік желілер ішінде ең белсенді парақша Photoshop сабақтары. Және де бізде сіздерді бұл жерде түрлі редакторлар сіздердің жұмыстарыңызды бағалайды, және де түрлі өздеріңіз сияқты фотошоперлердің жұмыстары шығып отырады. Және жұмыстарыңыз жіберіңіздер, үзбей қайтарылмай барлығы шығып отырады, егер талапқа сай келсе. Достар, әрмен қарай менің YouTube парақшам miko.pro, тікелей видеоның барлығы осы YouTubeқа салынып отырады достар. Және де біздің YouTube парақшада сіздер осы айтылған парақшалардың барлығының сілтемесін мінекей описание, кез келген видеоның описаниесін ашсаңыздар достар, біздің парақшалардың сілтемесін таба аласыздар. Мінекей instagram.pixart.kz, яғни Pixart KZ-тің несі, Мейірбек Сағындық өзімнің жеке парақшам, ВК группамыз, Instagram, менің Instagram, барлығын осы жерде сілтемесі тікелей тұр. Окей достар, енді біздер сабаққа көшсек. KZ лого көптен бермес біраздан бері қойылып жүрген сұрақтар достар. Бұл PNG-лер табылса да көптеген жігіттер істей алмай жүр екен, әлі үшін қиналып жүр екен, таппай жүр екен. Достар, осының жасалу жолын нүкте қоюды шештім. Жасалу жолын көрсетем, және бірнеше түрін қалай жасалуды көрсетем. Және де осыны ақшаға істетіп жүрген жігіттерге пайдам тиетін шығар деп ойлаймын достар. Бұдан кейін енді бір-біріңізге жалынбай өздеріңіз істей беретін болыңыздар. Дәл осы жерде пайдам тиетін сияқты. Окей, әрмен қарай біздің арнайы фон, бұны да сіздерге керекті десеңіздер, комментарийге қалдырамын. Окей, жасыл фоннан шаршадым достар. Осындай бір ерекше фон алғым келді. Окей, KZ дайын, менде KZ достар. Жұмыстағы Corelмен бұл осы эскиздердің барлығын шығарып алып келген болатым сіздерге арнап. Осы KZ деген барлығына ұнаған сияқты. Окей, KZ-ті ортаға алып қоймыз. Қарапайым добавить фотомен достар. Барлығы PNG форматта менде дайын тұр. Сіздерге қазір соңында комментарийға және YouTube-тан көріп отырсаңыздар, астында описаниеде сілтемесі тұр. Енді әрмен қарай достар, мен көрсеткен бойынша реттеп шықсаңыздар болады. Коронаны қоймау міндетті емес, яғни мен алдыңғы дизайнына қарап жасап жатырмын достар. Алдыңғы дизайнда осындай орнаменттер бар екен. По идее, яғни достар, енді БХЖХ дейді ма, не дейді, бұжырқай дейді ғой. Негізінен мынандай орнаменттердің барлығы артық. Шыны керек, бұндай бұжырқай чотко бір орнаменттің өзі ашады. Енді алдыңғы дизайнда осылай жасалған екен. Тағы да мен түсінбей қалып жүрер деп достар, сіздерге сол дизайнды қайта құрастырып көрсетіп жатырмын қазір. Мінекей өзіме керекті орнаментті дәл осылай қырқып аламын. Достар, енді мен басқа зат айтып отқанымызға ренжімеңіздер. Енді менің сабағым көріп жүрген нелер, бұны давай тотаны кайтып алуды, кайтып қырқуды үйретпесем де болады. Окей, әрмен қарай бізге екі орнамент қалады. Тудың орнамент достар. Мына жерде светлый шайттарының ішінен таңдап екеуін екі бұрышқа қалдырамыз. Енді бұл менің қосымша қосып отқан идеям, дизайным достар. Екеуін екі бұрышқа қосып, прозрачность кішкене көтереміз. Окей, қазір қойып алайын. Окей, кішкене енді көтерсек болады.
кішкене жарықтау болып көрінсін. Окей, екінші басының екіншісіне екі жағына да негізі бір орнамент қойсаңыздар да болады. Мен енді осы екі орнамент таңдалып қойғасын, екеуін де қоя салдым. Бұл енді тікелей аяқ асты келген идея. Енді достар, әрмен қарай текстке кіріп Мико деп жазам. Енді негізінен достар, үстіндегі мендегі орнамент үлкен болып кетті. Негізінен ол кішірейтіп және жоғары жылжу керек, және Мико деген осы жерде үлкен болып тұру керек еді. Енді сіздер ең қателігін қайталамаңыздар. Мына шрифтті достар, атын қалай аталатынын сұрамаңыздар, серьезно білмеймін. Текстура, неке светке кіресіздер. Текстура енді золото свет береміз. Енді мұқият қараңыздар осы жерде достар. Менде текстуралар тұр. Мен бұларды таңдамаймын. Шетте добавить фотоның значок тұр. Осын басам достар. Басып золотан басам. Яғни gold text деген біздің сабақты көрсеңіздер, ол сабақты көрген жігіттер бірден түсініп отырған қалай жасау керек. Неке Мико деген алтын түске айналды. Окей, добавить текст. Астына дизайнер деп жазам достар. Қазір дизайнер деп жаза салайын. Окей. Дизайнер деп жаздым. Керекті шрифтті таңдаймын. Білмеймін, осы шрифт маған ұнайды. Мына кезетке сай келіп тұр да. Енді тағы бір мұқият қараңыздар. Светті басам қазір. Свет, неке түс, яғни түсті, свет, неке бастым. Текстура және добавить фото, неке тағы да басам. Добавить фото. Осы фотоны аламыз. Неке золото фон. Үстінен басып қалсаңыздар, автомат түрде сөздің үстіне түседі. Оның андай қиын бір оқуы жоқ достар, шыны керек. Неке әрмен қарай орнамент. Неке. Енді әрмен қарай фон достар. Тот жерден біреу қоясыздар, міндетті түрде HDR көп емес, кішкене болса жетеді. Аңыратып жібермеңіздер достар. HDR берген кезде кез келген фотоның качествосын құртады HDR. Кішкене берсеңіздер жеткілікті. Окей. Бұл дизайнды сохранить етеміз достар. Бұл болды. Осылай логотип жасалады. Енді әрмен қарай сіздерге логотиптің тек қана алтын түсті емес, басқа да түстерін қалаған фонды қалай қойып көрсетемін. Бұның бәрі мен комментарийге қалдырамын достар. Және де YouTube'да ссылкасы бар. Мінекей қара түсті осындай екеуі бар, комментарийден аласыздар. Добавить фон. Осы фондарды да мен комментарийге қалдырамын. Мінекей біздің ВК группа парақшасынан аласыздар достар, бұның барлығын. Егер YouTube'дан таппасаңыздар. Окей. Мінекей достар, енді әрмен қарай дәл осылай. Мінекей осы фондарды бір-біріне жайғастырып аламыз, үлкейтеміз достар. Мінекей енді смешать. Мінекей мұнда жақсылап қараңыздар. Смешать, мына жерден светлый деген функция бар. Светлый. Үстінен басып қалсаңыздар, автомат түрде қараның үстіне кіріп кетеді. Бұл эффект көбінесе объекті қара болған кезде керемет орын алады. Ақ фон ақ, объект қара болған кезде осы біздің эффектіміз керемет орындалады, шыны керек достар. Басқа да нелерге орындалу қиын болады. Окей, алып тастайық, енді әрмен қарай дальше істей береміз. Мінекей орнамент тура бір 3D сияқты жасалады қазір. Мінекей смешать. Окей, болды. Бұл 3D сияқты жасалып шығады. Енді достар, сіздерге дайын фон, дайын 3D текст десе де болады достар. Мінекей мынаны үлкейтеміз. Алюмин цвет, титан цвет дейді немесе. Тырс болды. Бұл да дайын достар. Мінекей светлый қосаңыздар дайын болып шығады. Немесе мынандай өткендегі біздің Neon Drive-тағы сабақты істесеңіздер болады достар. Мінекей ешқандай да қиын емес. Осыны сохранить етіп аласыздар да, әрмен қарай ерайсермен тырс-тырс еткізіп PNG қылып аласыздар. Ерайсер пайдаланып білесіздер деген үміттеміз. Енді оны үйретпей ақ қояйын. Достар, мінекей аса қатты қиындығы жоқ. Дайын PNG-ларды құрастырып тек қана текст жазасыздар. Текст түсінбесеңіздер, біздің gold text деген сабақ бар. Арнайы соның ішіне фонды қалай кіргізу керек екенін үйретілген. Менің видеоларымның ішінен gold text, алтын текст деген видеоны іздеңіздер. Обложкасында Мико деп жазылып тұрады. Мінекей достар, сіздерге пайдам тисе қуаныштымын. Шынында да осы видео достар сіздерге бір пайдасын тигізсе, мен шынында да қуаныштымын. Сіздермен болған мен Мико Про. Егер лайк жалпы болмаса баса салыңыздар, және де рахметті комментарийді күтемін. Сау саламат болыңыздар. Келесі сабақта кездескенше.